Мен Балапанова Мейрамгүл Жамбыл қызы, Шарал қаласының тұрғынымын. 5 баланың анасымын. 5-інің 3-і кәмелетке толған. Одан кейін кәмелетке толмаған 2 қызым бар, мектеп жасында. Қыздарым бар, қарақат сезім. Зияда сезім менің сыныбымда 5-ші сыныбыммен осы оқу жылында алдым. Жалпы осы уақыт аралығында сезім өте белсенді, сабақта жауапкершілігі мол, жанындағы достарымен тез тіл табысып кетеді. Қарақаттың сабақ үлгерімі өте жақсы, оқу озаты. Сонымен қатар ол басқа да қоғамдық жұмыстарға өте белсене қатысады. Яғни ән айтады, би билейді, спорттық ойындарға да өте белсене қатысады. Қай жерінен сүріндім әйтеу. Сүрініп, сол 2022-де депрессияға, ой бәрі бар қиыншылық көріп, 2022-де кішкене ішімдікке ішіп салынып кеткенім рас. Біз мамамызды қатты жақсы көреміз, өйткені ол біздің туған анамыз болғандықтан, біз өзіміздің анамызда болғымыз келеді. Біз өз анамызбен бірге жүрген кезде жеңілдірек жүреміз. Қысылмай, еш жерде жасқанбай. Мен қазіргі таңда аудандық ауруханада тазалықшы болып жұмыс жасаймын. Бізге Балапанова Мейрамгүл осыдан бір апта бұрын жұмысқа тазалаушы қызметіне жұмысқа тұрды. Әзірге өз міндетін атқарып отыр, жұмысқа уақытылы кетіп. Өмірімнің жалғасы осы балаларым, осы енді қалған өмірімді балаларым үшін өмір сүрем. Сіздерден сұрарым, 2 қызымды өзімнен айырмауға, өзіммен өмір бақи өз аяқтарынан өзі тұрып кеткенше өзіммен қалдыруларыңызды сұраймын, өтініп. Ана дегіз ғана, жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған.